Қазіргі таңда Сарыөзек гарнизонында 12 жас әскери бөлім жеке құрамымен мамандық дайындығы оқу кезеңі басталды. Мамандық дайындығының бөлім командирінің жауынгерлік дайындық жоспарлары бойынша сәйкес 1 айлық мерзімде жүргізіледі. Мамандық дайындығын дайындауға бөлімнің білікті офицерлері мен сержанттары және нұсқаушылары тағайындалды. Мамандық дайындықтың басты мақсаттары жаңа келген жас сарбаздардың өзінің мамандығын бойынша үйрету және дайындау, келісімшарт бойынша қызметшілердің кәсіптік деңгейін дамыту және арттыру, мамандардың өздеріне бекітілген қару-жарақ пен техникасын жай-күйін дұрыс үйрену, белгіленген қару-жарақ пен техниканы практикада түрде дұрыс қолдануға машықтау және үйрету болып табылады.